Туристер ассоциациясы Павлодар қаласында ауқымды форум өткізді. Мұнда ассоциация мүшелері ішкі туризм саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, оларды шешу жолдарын ұсынды. Мәселен, аталмыш бағыттағы мамандардың біліктілігін арттыру, сапалы қызмет көрсетуге сеп болады. Өз елім туристер қауымдастығына жеке және заңды тұлғалар кіреді. Бұл кәсіпкерлер, санаторий, курорттық аймақтар, қонақ үйлер, дәмханалар мен мейрамханалардың иелері. Олардың барлығы Қазақстанда туризмді дамытуға және ондағы сервисті жақсартуға тілек білдіріп отырғандар. Осы жоба аясында 4 бағытты іске қостық. Бұл сауықтыру, туризм саласындағы кадрларды дайындау, туристердің өмірін сақтандыру және құқықтық көмек. Бұл біздің туристерге жетпей тұрған 4 бағыт. Сонымен қатар турист мәдениетін дамыту. Қазақстанның түкпір-түкпірінде кереметтей жеріміз бар. Соның бәрін бізге жерге паш етуіміз керек, көрсетуіміз керек. Халықтарға жан-жақтан туризмді дамытуымыз керек, тартуымыз керек. Шетелден келеді. Сондықтан бұл бастап жатқан істеріңізге сәттілік тілеймін. Жастар, болашағы жастардың көп тартуымыз керек. Еліміздің түрлі аймағына жиналған 30 шақты қатысушы бүкіл Қазақстанды аралап шығуды жоспарлауда. Қауымдастық халық арасында ішкі туризмді насихаттап, Қазақстанның санаторий курорттық кешендері қызметін алға жылжытумен айналыспақ. Бибінұр Хамит қызы Максим Носков, Ербес телекомпаниясы.